Канада map layout картасын ашамыз. Бұл жұмыста картаның компоновкасын жасаймыз. Сол үшін бізде қазір вид данных тұр, яғни data view тұр, layout view, яғни вид компоновки өтеміз. Сол үшін view, layout view немесе картаның төменгі жағында мында келтірсе алып келсеңіздер data view және екіншісі layout view, яғни осы екіншісін басып өтеміз. Ене біздің картамыз мынандай болып ашылды, яғни бізде қазір книжный формат тұр картаның. Бізге альбомный формат керек қағаздың. Ол үшін файл, page and print setup. Осы жерден книжныйдан альбомныға ауыстырамыз. Яғни бұл жерде page, төменгі жағында orientation, яғни ориентация. Қазір бізде книжный тұр, portrait тұр, landscapeға ауыстырамыз. Окей. Яғни жалпы қағазымыз бізде ауысты, бірақ картамыз ауысқан және де картамызды осы бізге керек форматқа алып келеміз. Ол үшін бізге қазір линейкалар қажет болады. Яғни картаның сол жағымен және жоғары жағында линейкалар тұр. Бұл қазір бізде дюймда тұр. Дюймнан бізге сантиметрге ауыстыру керек. Ол үшін Customize ArcMap Options. Осы жерден Layout View дегенге келтіріп аламыз. Rulers деген жерде Units'ті сантиметрге ауыстырамыз. Және де Snap Element 2 деген жерде направляющий дегенге галочка қоямыз, және Guides дегенге галочка қоямыз. Яғни қазір осы направляющийлар арқылы картамыздың рамаларын өзгертеміз. Применить окей басамыз. Яғни линейкалар бізге сантиметрге ауысты. Жоғары жағында 0-дан 28 сантиметрге дейін, және де вертикальная линейка бізде 0-дан 22-ге дейін болып ауысты. Енді осы линейкаға, мысалға, жоғары жақта линейкаға келетін болсақ, бұл жерде мышканың оң жағымен басып, set guide дегенді басамыз. Яғни бізде мынандай көк сызық пайда болады. Бұл көк сызықтар жаңа картамыздың бұрыштарын осы көк сызықтарға алып келіп картамызды өзгертеміз. Бізге мына горизонтальный, яғни жоғары жақтағы линейкамызды яғни мына стрелка келетін болсақ, жаңа мына көк сызығымызды өзгерте аламыз. Яғни 1 сантиметрге алып келеміз, және де оң жағын 26 сантиметрге алып келеміз. Вертикальный сызықты 1 және 19. Яғни бізде көк сызықтар пайда болды. Енді картамыз көк картамызға басып, басқан кезде төрт жағында бізде мынандай көк бұрыштары белгіленді, бұрыштармен және де орталары белгіленді. Осы бұрыштарына басып отырып, жаңа көк сызықтарымыздың дейін тартамыз. Яғни картамыз осындай болады. Сыртқы рамкасы, қазір жасаған бізде картаның ішкі рамкасын жасадық. Енді масштабын келтіруіміз керек. Қазір бізде 49 миллион масштаб тұр. Бұны өзгерткен сайын картамыз масштабы өзгермеу үшін зафиксировать етіп қоямыз, және масштабты қатырып қоямыз. Ол үшін бізге Канададан толық ашып қояйық бірінші. Канададан ашатын болса, біз 27 миллионнан асып тұр. Жақын
осы масштабқа жақын масштабқа қойып аламыз, яғни целый санға қойып аламыз масштабта. Так, 30 миллион деп қояйық. Так, 30. Енді картамызды жөндеп алуға болады, яғни мынау қол арқылы, пан инструмент арқылы картамыз керекті, яғни барлық канада сиятындай қылып, кішкене ортаға келтіріп қойып аламыз, бізге ыңғайлы қылып. Енді фрейм данлықтың свойствосына өтеміз, яғни Канадаға басып, свойства, data frame. Бұл жерде extend деген жерде бізде автоматик деп тұр. Бұны fixed scale, яғни фиксированный масштаб. Және қандай масштабта жаңағы қатырып қоятынымызды жазамыз. Яғни бізде 30 миллиондық масштабқа қоямыз. Окей. Масштабты қатырып қойғаннан кейін, мында масштабты өзгертетін жер бізде сорт түспен беріледі, яғни бұл масштабты біз қазір өзгерте алмаймыз. Келесі light инструменттерін қосып алайық. Яғни toolbar'тан light қосып аламыз. Light'ты қосып мен мында қатырып қойдым. Бұл басындағы масштаб және қол жаңа қозғалтатын. Полностью страницаны көрсетеді. Бізге керек 100%-қа, яғни бірде бір қып үлкейтеді. Мысалға, мынаны басатын болса 100%-қа жаңа ішкі рамкада тұрған картаға дейін жақындатады. Яғни картаның масштабы өзгермейді, тек қана жаңа толық көрсетеді жүз масштаб. Ал мына бірінші zoom wall page басатын болсақ, жаңа картаны толық көрсетеді. Яғни сыртқы рамасымен бірге көрсетеді. Енді картамызға қарап алайық, жазуларға қарасақ, кейбір жазулар бізде аннотациялар, тексттер дұрыс тұрған жоқ. Соны орындарын өзгерту үшін қара мышканы select elements деген инструментті басып алып, мысалға Гудзонов залив. Қоқып белгілеп аламыз да, және де кішкене мынаны түсіру керек, өйткені бізде тым жоғары тұр. Және де мына жазу тоже кішкене солға қаратай жылжыту керек. Қалғандар дұрыс тұр. Яғни бұл надпистер емес, бұлар аннотациялар, яғни бұл текст ретінде жазылғандар. Тағы да мында масштабты өзгертуге болады, мысалға 200 мыңға 100-ге қоятын болсақ, бізде мынандай болды, 200-ге қоятын болса, жаңағы картамызда 200%-ға дейін масштабын өзгертті. Жаңа өзгерткен жазуымызды қараймыз. Яғни бұл ортасына қарай тұрды. Егерде ұнамаса тағы да орнын қозғалтуға болады. Басқа жазуларды қараймыз. Қалғандар дұрыс тұрғаны секілді. Енді картамыздың картаны оформлениесін бастаймыз, яғни тақырыбын жазамыз, картаның атауын жазамыз, масштабын, легендасын қоя бастаймыз. Бұның барлығы вставка арқылы қойылады, яғни insert. Бірінші картаның тақырыбын қоямыз, яғни title.
Бізде автоматты түрде картамыз қалай сақтауда сол атау шығады, яғни Canada Map Wired деп сақталып тұрған сол атау шығып тұр. Бұны текстін өзгертуге болады, 2 рет басып, бұны өшіріп, және өзімізге керек атауын жазамыз. Мында размерін қоюға болады. Жазудың размері, шрифті размері. Қазір Arial 16-да тұр. Және change символға басып, жазудың түсін, размерін, шрифтін өзгертуге болады. Arial қалай бересің? Бұнда өзгертуге болады. 16 размер тым кішкентай болып тұр. Атауға бұны 40 деп ауыстырып көремін. Және де картаның атауын цветін өзгертеміз. White sienna ауыстыру керек екен. White sienna. Окей, применить. Окей. Яғни картамыздың аты өзгерді. Енді бұны ортаға қарай немесе шетке қарай қоюға болады. Ошын атауына мышканы оң жағымен басып, выровнять, яғни align дегенге басамыз. Align to margins. Қайтадан мышканы оң жағымен басып, align, және де по центру ортасына қоятын болса, align center дегенге басса, кішкене картамыз кішкене қозғалды. Так, маған ұнамай тұр. Мен кішкене өзім жылжытып қойдым. Маған ұнайтындай. Енді келесі легенданы қосамыз, яғни дәл солай insert арқылы. Insert legend. Мында қандай легендаға қандай слойлар қосу керектігін болады, яғни мына жерде map layers дегенде жаңағы біздің картамызда бар слойлар шығып тұр. Енді legend items деген жерде мында карта қосатын слойлар шығып тұр. Біз бұл жерде столицы, крупные города, национальный паркеді ғана қосамыз, яғни реки, озера, провинции, страны, океаны белгілеп, бұны қоспаймыз. Яғни осы 5 слойды контролды басып отырып белгілеп аламыз да, және де мына солға қаратай көрсетіп тұрған стрелканы басамыз. Сонда бізде legend items-та тек қана 3 слой ғана қалды. Бұл столицы, крупные города, национальный парк. Яғни осы 3 слой ғана біздің картамыздың легендасына қосылады. Келесі далее деп қоямыз. Мына жерде set the number of columns in your legend, яғни қанша колонна болатын, неше колонка бөлінетін көрсетеді. Яғни бізде 3-ақ қана слой болған еген 1 колонка жетеді. Превью бұл жерде алдын-ала көруге болады. Бұл предпросмотр болады. Біз бұның барлығын қарамаймыз. Далеға басып. Далеғамыз. Бұл жерде legend title, яғни легендан жаңағы үстінде жазып тұратын атауы.
Бізге бұл қажет емес. Және атауын қоспаймыз. Далее мына жерде legend frame, яғни легендамыздың рамкасы. Бірінші рамкасы, келесі основной фон, қандай размерлары деген секілді. Олармен пока пропускать етіп жібере береміз. Далее деп готово. Картамызға қосқаннан кейін өзгертеміз. Мен легенда қосуды бізге бұл ыңғайлы жерге қойып аламыз. Яғни мен мында қосыладым, енді үш жерден өзгертуге болады. Мына значоктарға қарайтын болсақ, соны знактарға қарайтын болсақ, национальный парки тым үлкен болып тұр. Национальный паркиді өзгертеміз. Ол үшін свойствосына кіреміз. Яғни легенданың оң жағына басып, свойствосына кіріп, items дегенге басып, бұл жерде национальный паркиді таңдап аламыз. Национальный паркин мышканың оң жағымен басып, бұл жерде generalға кіріп, төмен жағында override default patch size дегенге галочканы қосып, мына жерде де ширина, высота, яғни ұзындығы мен ені берілген. Яғни бұны өзгерте аламыз. Мысалға, мынаны 16-ға қоятын болсақ, мынаны 12-ге қойып көрейік. Окей, применить. Окей. Міне национальный паркидің несі өзгерді. Символ өзгерді. Қайтадан свойствосына кіреміз. Фреймға келіп, бір жерде фрейм жаңағы border, бірінші рамка. Рамканы бір точкаға қоямыз, размер бір точка болатындай. Және де бір жерде color түсін береміз. Түсін өзгертеміз. Основной фон өзгермейді. Және де quiet items general position применить. Окей, басқасын өзгертпейміз. Не бізде легендамыздың рамасы пайда болды. Insert арқылы тағы да бұл жерде направление қоюға болады, жаңа солтүстік көрсететін стрелкалар қоюға болады, солтүстікке қай жақта екенін көрсетуге. Тағы да scale бар, бұл жерде масштабная линейка. Бұны да қосуға болады. Scale текст.
мен масштабты текст арқылы көрсетемін. Мына жерден таңдап аламыз, бізге қайсысы керек екен. Мен біріншісін таңдаймын. Свойствосына кіріп, және де бұл жерде сантиметр арқылы көрсетуге болады. Так, size and position деген жерде бұл жерде размерін процентпен көрсетуге болады. Scale текст. Так, маған рамка керек емес. Форматы. Тексттің размерін өзгертуге болады. Мен мысалға 16-ға қойып көрейін. 16-та қара түспен бола береді. Символ арқылы тағы өзгертуге болады. Так, 16-та маған ыңғайлы. Картаның масштабын астына таман қоям. Енді келесі провинциялар бізде аббревиатуралармен аталып тұр, яғни 2 әріптен тұр. Бұл Канада мен таныс емес жерге бұл түсініксіз болады. Сол үшін әр аббревиатура қандай провинция екенін көрсету үшін жерге пояснительный текст қосамыз. Insert object. Яғни Microsoft Word'да сақталған. Әр аббревиатура қандай провинция екенін. Мен сол Word файлын қосам. Яғни Word файлы exercise 07-те province abbreviation деп тұр. Открыть. Окей деп қосамын. Және бұны мен мына жаққа қоям. Мысалға, бірінші Альберта провинциясы картада АП деп көрсетілген. Және де картаға текст қосуға болады. Сурет қосуға болады. Текст қосуға болады. Текстке мысалға бүгінгі күнді жазып қойға болады, немесе кім орындаған жазуға болады. Карта қандай провинцияда орналасқан, яғни кез келген қосымша мәлімет жазуға болады. Мен бүгінгі датаны жазып қояйын. Дәл солай 2 рет басып свойствосына өтеміз. Бұл жерде размерін, шрифт, түсін өзгертуге болады. Ариалмен тұра береді. 16-шы шрифтпен қара жазумен жазып қоям. Окей. Және мен мысалға мұнда қойып қоям. Осымен мен картам дайын. Енді картамды мысалға распечатка шығарып алу үшін
Бұны басқа форматта сақтау керек, яғни PDF форматта сақтаймын, яғни файл, экспорт, map. Рабочий стол, картография, десктоп. Exercise 07-шіне сақтаймын. Тип файлы бұл жерде маған PDF, яғни мына жерде қандай файл сақтауға болатын көре аласыздар. Яғни бұл PDF-пен сақтауға болады, JPEG, PNG, TIFF, GIF-пен сақтауға болады. Маған PDF-пен сақтаған ыңғайлы. Сохранить. Енді сақталған картамызды ашып көрейік. Exercise 07, вот мне PDF файл. И картам мынандай болып сақталды.